Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен үлкен шығат орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Рабалдиева Гүлнұр Талғатқызы. Бүгін жаратылыстану пәнінен жарық, жасанды жарық көздерінің қажеттілігі тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатында жарықтың күнделікті өмірде қажет екенін білесің, жарықтың көздерін анықтайсың. Жарықтандыру, безендіру, белсенді тіршілік ету, қолайлы өмір сүру. Ашық микрофон әдісі, кел ойнайық. Мына суреттер бойынша не байқадың? Күнделікті өмірде жарық не үшін қажет? Егер жарық болмаса, не болар еді? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарық бізге түнгі мезгілде көшені жарықтандырып тұру үшін қажет екен. Ал электр шамы үйімізді кешкі мезгілде жарықтандырып тұру үшін қажет екен. Балалардың киіміндегі, портфеліндегі жарық шағылыстырғыш не үшін қажет? Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Көлік жүргізушілерінің көзіне анық түсу үшін балалардың киімдеріндегі, портфеліндегі жарық шағылыстырғыштар орнатылады екен. Білгенің жөн. Жарық адамда қолайлы өмір сүру үшін, түнгі тіршілік үшін, жол бойындағы көліктер мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін қажет. Жарық көзін дұрыс, үнемді пайдалану керек. Мен зерттеушінің әдісі. Ойланайық. Өсімдіктер мен жануарларға жарық не үшін керек екен балалар? Дұрыс айтасыңдар. Өсімдіктер мен жануарлардың тіршілік ету үшін ең бастысы бізге жарық керек екен. Яғни күннен біз жылу алып, нәр алады екенбіз. Өсімдіктер мен жануарлар жарық пен жылуды күннің көзінен алады. Сергіту сәті. Қуыр-қуыр қуырмаш өлеңіне билейік. Мен зерттеушімін әдісі. Анықтап жөрейікші балалар. Ортақ белгілері мен айырмашылығын анықтайық. Бірінші суретте жарық табиғи көзінен түсіп тұр. Яғни күннен тарап тұр екен. Ал екінші суретте